Hayırlı gün balalar. Mening аты жөнüm Тілеулиева Гүлнұр. Балдәурен үйірмесінің жетекшісімін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақтың ұлттық киімдері. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты қазақ халқының ұлттық киімдері және олардың түрлері, пайдалану ерекшеліктері туралы түсінік беру болып табылады. Ол адамдар ең әдемі киім өз ұлтының киімі деген екен. Қазақ халқының киімдерінің түрі де, үлгісі де еш халықтан кем болмаған. Мінекей, қарап тұрсыңдар, қазақ халқының ұлттық киімдерінің әр түрлері көрсетілген. Енді осы жайлы бейне сюжетке назар аударайық. Қазақ халқының қолөнері көне заман тарихымен бірге дамып, біте қайнасып келе жатқан бай қазына. Оның бір ұшығы туысқан Орта Азия халықтарының және орыс халқының қолөнерімен де ұштасып жатыр. Қолөнерінің басты бір саласы киім тігу. Ерте заманнан күні бүгінге дейін өзінің қадір қасиетін жоймай, қолөнерінің озық үлгісі ретінде ғана емес, әрі әсем, әрі ыңғайлылығымен де пайдаланудан қалмай келе жатқан қазақтың ұлттық киімдері әлі де аз емес. Айыр қалпақ, ерлердің киізден тігілген жеңіл бас киімі. Айыр қалпақ жұқа етіп басылған ақ киізден тігіледі. Ол негізгі екі бөліктен құралады. Олар қалпақтың төбесі және етегі, кейде қайырмалы деп те атайды. Жарғақ шалбар, еленіп әбден өңделген жұқа теріні қазақтар жарғақ дейді. Қызыл түске боялып, түрлі түсте өрнек салынған жарғақ теріден тігілген шалбарды жарғақ шалбар деп атаған. Бұл сәнді киімді кезінде батырлар, бектер мен билер, сал серілер салтанатқа киген. Тымақ. Қазақта тымақтың түрлері көп. Соның ең бағалысы түлкі тымақ. Оның маңдайы мен құлақтарының ішкі жағына түлкі терісі тігіледі де, сырты мақпалмен, пүлішпен немесе басқа асыл мақталармен сырласып тасталады. Тымақтың төбесі 4 немесе 6 сай, үшкіл киізден құралып шошақ болып келеді. Саптама етік. Қонышы тізені жауып тұратындай ұзын, табаны қалың, сіреден оң солы жоқ, түзу болып тігілетін аяқ киім. Оны киіз байпақпен киеді. Қысқы күнгі аязда ат үстінде жүргенге жылы әрі қолайлы етік. Байпаққа келетін болсақ, жылылық үшін етіктің мәсінің ішінен киетін киізден тігетін аяқ киім. Қыста киетін байпақтың киізі қалың, ал жазда киетін байпақтың киізі жұқа болады. Кимешек. Кимешек ол жасамыс әйелдер киетін бас киім. Ол өн бойы көкіректі жауып тұратын тұтас матадан тігіледі. Ақ матадан бет жағы ойылады. Өңірі оқаланып кестеленеді. Төбесіне сәндік үшін шылауыш немесе күндік сияқты ақ мақта оралады. Бөрік. Қазақтың ертеден қалыптасқан ұлттық бас киімі. Оны бағалы аң терісінен және жас төлдің терісінен тігеді. Оның жаздық және қыстық түрлері болады. Терінің түріне қарай бөрік әрі алуан аталады. Мысалы, құндыз бөрік, сусар бөрік, кәмшат бөрік, жаннат бөрік, түлкі бөрік, елтірі бөрік, тағы басқа атаулары бар. Қазақ ұлттық аяқ киімдерінің бір түрі мәсі. Оны былғарыдан, шегіреннен, құрамнан тігеді. Мәсінің сыртынан кепсіне еластық, яғни галош киеді. Көбінесе мәсінің қойыпты астарланып, көмкерледі. Ерлердің жеңіл бас киімі. Тақияның түрлері көп. Биік төбелі, тегіс төбелі және үшкір төбелі тақия. Ерлердің киетін тақияда теңге, моншақ деген оюлар болмайды. Оның есесіне олар мүйіз, ат ерін, шырмауық сияқты өрнектермен кестеленеді. Шапан.
Қазақстан мен Орта Азия халықтарының ұлттық киімі. Оны қалың адам арасына жүн, мақта салып астарлан немесе қос астарлан сырып тігеді. 18-19 ғасырларда қазақ халқы арасында кең тараған ұлттық киім камзол туралы мәліметтер 19 ғасырдың ортасынан бастап кездеседі. Камзол тек қана қазақта ғана емес, басқа да түркі елдерінің киім үлгілерінде кездеседі. Құлақшын ерлердің бас киімі. Аң терілері мен бұзау, қозлақтың бұйра терісі сияқты үй жануарлардың терілерінен тігіледі. Төбе жағы екі түрлі тәсілмен пішіледі. Киіз етік. Қыстыгүні киетін қысқы аяқ киім. Оны киізді қалыпқа салып басып шығару әдісімен жасалады. Етіктің басы мен қонышын бөлек екі бет алып пішіп алады. Тігістеріне былғарыдан немесе жақсы иленген қайыстан сыздық салып отырып, қайып, қусырып тігеді. Балалар, сендер білесіңдер ме? Елімізде сәуір айының соңғы аптасы ұлттық киім күнін тойлау болып есептеледі. Оның негізін салған, сол бастаманы көтерген мәдениет жанашыры, тарихшы Арман Нұрмұхамбетов деген кісі. Балалар, жұмбақ шешіп көреміз бе? Қанеке бәріміз ойланып бірге жауап берейік. Әжеме өң берген, жиегін көмкерген, етегі желкендей, киім еді ол нендей. Қанеке ойланамыз. Бұл жұмбақтың шешуі не? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл кимешек екен, әжеміздің ұлттық киімі. Келесі, әшекейлі күбіні, үйілі тұрған шөмеле, кигіздің биік төбеге. Бұл жұмбақтың шешуі қандай? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл жұмбақтың шешуі сәукеле екен. Келесі, іші егіз, сырты тегіс. Бұл не балалар? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл тон екен. Келесі соңғы жұмбағымыз. Дорбаға тығып бас бағын, байлай салдым қос жағын. Қандай екен бұл жұмбақтың шешуі? Қанеке ойланамыз. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл тымақ екен. Балалар, бүгін біз қазақтың ұлттық киімдері және олардың түрлерімен таныстық. Бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.